Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай ерекше жаңа жылдық дастарханыңыздың көркін ашатын келе жатқан қоян жылына арнап осындай қоян формадағы ерекше салаттың жасау жолымен бөлісетін боламын. Жасау жолы өте қарапайым, өте оңай. Сондықтан видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін достар, бізге керек алдын ала пісірілген картошка, сәбіз, жұмыртқа және де тауық еті. Сосын осылай майонез керек болады. Майонезді осылай кондитерлік пакетке немесе салафанның түбіне салып алсаңыздар болады. Енді барлығын осылай теркадан өткіземіз. Ең бірінші сәбізімізді осылай ұсақтап, майдалап, теркадан өткізіп дайындап аламыз. Мінекей достар, ұсақтап дайындап алдық. Енді келесі кезекте осылай картошкамызды тура осылай теркадан өткізіп, майдалап, дайындап аламыз. Енді достар, алдын ала пісірілген осылай тауықтың төс еті, осыны осылай ұсақтап, майдалап тураймыз. Достар, керекті ингредиенттердің барлығының көлемін видеоның төмен жағына описание бөліміне жазып қоятын боламын. Сол бойынша жасасаңыздар болады. Жасау жолы өте оңай, өте қарапайым. Формасын жасауда ешқандай қиыншылығы жоқ. Мінекей достар, барлығын ұсақтап, бір келкетіп турап алдық. Енді тура осылай ұсақтап, майдалап, жаңа жұмыртқамызды тураймыз. Бізге осылай 3 жұмыртқа керек болады. Ұсақтап тураңыздар, қатты кесек болып кетпесін. Өте әдемі болады ұсақ болса. Достар, неге барлығын ұсақтап, турап, дайындап алдық. Енді қоянымыздың формасын жинауға көшеміз. Жасау жолы тағы да айтайын, ешқандай қиыншылығы жоқ. Осындай сәл сопақшалау ыдысқа немесе кеңірек тарелкаға осылай жинасаңыздар болады. Мен осылай арнайы табағыма осылай ең бірінші дөңгелектеп беткі бөлігін жасап алдым. Мінекей достар, беті осылай дөңгелек болады. Қолыңызбен осылай ыңғайлап дайындасаңыздар болады. Бетін сәл төменірек жасаңыздар, себебі жоғары жағына құлағы кетеді. Сыймай қалмас үшін. Мінекей достар, құлағында жасап жатырмыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Бетін дөп-дөңгелек келтірсеңіз болғаны, енді осылай екі құлағын шығара саласыздар. Өте оңай. Керек жерлерін осылай жеткізіп, құлағының ұшын сәл осылай үшбұрыштап, әдемілеп, формасын дайындап аласыздар. Мінекей достар, ең астыңғы бөлігіне осылай картошкамызды салдық. Енді соның үстіне жаңағы кондитерлік пакетіміздегі майонезімізді осылай саламыз. Енді сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді қоймас бұрын сәл шым-шым тұз саламыз. Дәмін кіргізу үшін татымына қарай. Енді тура осылай осы форманың үстіне сәбізімізді орналастырып шығамыз. Басында бір формасын келтіріп алсаңыз болды қоянның. Ары қарай тура осымен жалғастыра бересіздер. Ыңғайлап өзіңіз қолыңызбен жасай берсеңіз өте оңай. Мінекей достар, сәбізімізді де орналастырып болдық. Енді осының үстіне майонезімізді жағамыз. Енді осының үстінен жаңағы ұсақтап турап алған жұмыртқамызды саламыз. Тура осылай кішкене басыңқырап, ыңғайластырып, қолыңызбен дайындап, осының үстінен тағы да жаңағы майонезімізді әр қабаттың үстіне майонез жағамыз. Мінекей достар, енді осының үстіне жаңағы ұсақтап турап алған тауық етін осылай орналастырамыз. Барлық бөлігіне бірдей етіп орналастырамыз. Кішкене көріп тұрғандарыңыздай, бұл ең соңғы бөлігі.
шеткі шетіне жағылып қалған артық бөліктерін уақытылы сүртіп отырыңыздар. Қатып қалуы мүмкін. Мінекей достар, енді бұның майонезімізді жағамыз. Бұл ең соңғы бөлігі болып саналады. Енді әрлеуге көшеміз. Достар, енді қоянымыз әппақ қоян болайын деп тұр, ақ қоян болайын деп тұр. Ол үшін міне жұмыртқаның ағын, 3 жұмыртқаның ағын осылай ұсақтап теркадан өткізіп, осылай сыртқы бөлігіне осылай орналастырып сеуіп шығамыз. Достар, осылай ақ қоянымыздың сыртқы бөлігін әрлеп жасап алдық. Енді бұған жаңағы аузын, көзін жасайтын боламыз. Енді осылай қара үзімді 2 бөлікке бөліп, сопақша көзін жасаймыз. Мінекей достар, қоянымыздың формасы шығып келе жатыр. Әрине, бұл жерде өзіңіздің фантазияңызды, басқа фантазияңызды қосып жерсеңіз болады. Енді тағы бір үзімді көлденеңінен кесіп, осылай мұрнын жасаймыз. Мінекей достар, өте әдемі болды. Енді қиярды ұзыншақтап кесіп, сәл-пәл осылай аузын, мұрнын келтіреміз. Тағы да қиярды осылай ұзыншақтап кесіп, немесе жасыл пияздың көмегімен осылай қоянымыздың мұртын жасаймыз. Әрине, бұл сіздің қалауыңыз бойынша, өз қалауыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Осылай әдемілігі үшін мен сыртын анармен қаптап шықтым. Мінекей достар, осымен өте оңай жасалатын қоян формасындағы салатымыз дайын. Барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жыл тек жақсылық, қуаныш, бақыт, байлық әкелсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Және де достар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий басып кетуді де ұмытпаңыздар.